Ассаламағалейкум, қадірменді қазақ елі. Атажұрт партиясының халықпен жолығып, мүше қабылдау үшін жолға шыққан 5 мүшесі кеше, яғни қараша айының 6 күні Қызылордаға келіп жеткен болатынбыз. Бүгін 7-сі осында болдық, мүшелер қабылдадық, қолдаушылармен әңгімелестік. Өте табысты, жақсы жұмыс болды. Ендігі жұмысымыз ертең. Яғни қараша айының 8 күні түс қайта біз Тереңөзек, Жалағаш, Қармақшы, Төретам ауылдарынан басып өтіп, егерде осында бізге мүше болам дейтін кісілер болса, сәл-пәл аялдап, сол кісілермен жолығып, кешке қарай Айтекеби кенті, яғни бұрынғы Қазалға барып аялдасақ деп жоспарлап отырмыз. Одан ары қарай қараша айының 9 күні Аралды бетке алып жолға шығамыз. Осы жаңағы айтылған ауылдардағы, аудандардағы бізге мүше болам деген кісілер, бізбен жолығып, сұхбаттасамын, әңгімелесемін деген кісілер бір-бірлеріңізге хабарласып дайын отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы, аман болыңыздар.